Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін біз әдебиеттік оқу сабағынан осындай көлеңкелі театр жасадық. Оған осы коробканы пайдаландым, және сол коробкадан мен экран істеп алу үшін оның осы бөлігін қиып алып тастадым, беткі бөлігін. Беткі бөлігін қиып алғаннан кейін ол жерге кәдімгі А4 парағынан 2 парақты жапсырып, осылай экран жасап алдым. Міне біздің экранымыз дайын. Енді бұл көлеңкелі театрға кейіпкерлерді таңдаймыз. Ол үшін интернеттен біз бауырсақ ертегісін таңдап алдық. Сол бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерін принтерден осылай шығарып алдым. Яғни кейіпкерлеріміз дайын. Бұл кейіпкерлерді қатты қағазға шығардым, және де мынандай таяқшалармен әрқайсысын қиып алып, осылай кейіпкерлерді дайындадық. Сабаққа барып, енді сабақта балалардың қалай жұмыс жасағанын өздеріңізге таныстырып өтетін боламын. Балаларға өте ұнады. Яғни кейіпкерлерді сомдау, бұл баланың тілін дамытады, ой өрісін байланыстырып сөйлеу тілін дамытады. Шал мен кемпір болыпты. Ұры жоқ. Қарап кетсейші. Әжесі су іздеп терезені алдына қояды. Сосын дауысы ары жүреді, бері жүреді де қашып кетеді. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым деп өлең айтып келе жатқан кезде алдынан қоян шығады да: мен бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған өлең айтып келемін. Кәнеки айт. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, енді сенен де қашам. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым. Енді өлең айтып келе жатқан кезде алдынан қасқыр шығады да: бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші. Сонан аю шығады. Аю шығады да: сені жеймін. Мені жемеші. Мен саған өлең айтып беремін. Ал айт. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен де қаштым. Шал мен кемпір болыпты. Кемпір маған бауырсақ пісіріп берші. Үйде ұн жоқ, барып көрсей. Үйде ұн бар екен. Оны бауырсағы сусын деп терезенің алдына қояды. Бауырсақ әрі-бері қимылдап қашып кетеді. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, өлең айтқандарынан қасынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, мені жемесің. Мен саған өлең айтып беремін. Ал кәнеки айт. Атамнан қаштым, атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, енді сенен де қаштым. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, мені саған өлең айтып беремін. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, аюдан қаштым, енді сенен де қаштым. Енді сенен де қашам. Тоқташы, маған естімейтін еді, мен құлағыма барып айтып берші. Бауырсақ енді айтайын деп жатқан кезінде түлкі кеп қояды.
Біздің балалар осылай көлеңкелі театрға саяхат жасады. Сіз де өз балаларыңызға үй жағдайында көлеңкелі театр жасап бере аласыз.